Сәлем достар, бүгін сіздерге асқабақ қосылған өте дәмді кекс рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен асқабақты теркадан өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды, қантты, және ерітілген сары майды қосып, араластырып дайындап қоямыз. Үстінен теркадан өткізілген асқабақты қосып, сұйық масса дайындап қоямыз. Ұнның үстінен көпсіткіш қосып, араластырамыз. Ұнды дайындап қойған сұйық массамыздың үстіне құйып, араластырып аламыз. Кез келген кекске арналған формаға салып пісіріп алсаңыздар болады. Менде осындай форма. Астына май жағып алдым, жабысып қалмас үшін. Және духовкада 180 градуста 40-50 минут ішінде пісіріп аласыздар. Осындай өте дәмді, тәбетті ашатын кексіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін.